Sen qayda bolsang men sondaman. Bilemez ellerim orundalmadı. Solduktan soңғы сәтте men seni suyem, men seni suyem. Егер әлем қиратса мен сенімен біргемін. Анам мені бастарды. Бірақ әжем мені бағып қойды. Сен маған кедергі болдың. Мен емес, мына сен кедергі болдың. Ал мен тепе-теңдікті сақтап қалдым. Қасым, шыныңды айтшы. Сен мені расында жақсы көремісің? Ауыл тұрғындарының бәрі мені осыдан көреді. Сен ше? Бұл енді қай сөзің ботақаным ау? Мен сенің расында да жақсы көрем. Ауыл тұрғындары не айтса да айта берсін. Мен бәрібір де сені жақсы көрем. Әжетай, мен ғашық болып қалдым. Ауыл баласы Қасымхан деген жігіт. Ол маған ауыл тұрғындарының өсегінен сенбейтінін айтты. Мен оған сенбес едім. Өтірік айтпайтынына, сатып кетпейтіне кім кепіл? Жоқ, мен оған сенемін. Ол мені ешқашан да сатпайды. Сол күні Қасымхан маған арналған сыйлығым бар деп орманға апарды. Біз келдік. Көзіңді ашпа. Жарайды. Бір кезде арқама сен оның әлі тілегін орындаған жоқсың. Мен оны әлі де өлтіре алам. Маған кедергі бола алмайсың. Ақыры тұзағыма түстің, Рая. Сен бұл істемейсің. Мен сені сүйем ғой. Ал мен сені ешқашан сүйген емеспін. Бұл біздің жоспарымыз еді. Сені өлтіру. Бұл Мұстанның көзін құртатын сәт келді. Ал ендеше өртеңдер. Өл Мұстан, өл Мұстан, өл Мұстан, Мұстан, құрып кет, Сол сәтте алдымда Әзәзіл пайда болды. Мен жанымды алуға келдің бе? Бейкүнә Рай, сатқандықтың құрбаны болдың. Мен сені өлтіруге келгенім жоқ. Мен сенің бір тілегіңді орындауға келдім. Бірақ та саған екі таңдау қоямын. Біріншісі, сен өлесің. Ал мен сені сатқан адамдарды өлтірем. Екіншісі, сен тірі қаласың, өлімсіз боласың. Бірақ Мұстанға айналып, өзің келінді аласың. Алайда мәңгілік махаббат сезімінен айрыласың. Таңда. Мен олардың жандарын өз қолмен алғым келеді. Екіншісін таңдай. Раяна, саған күш бергенде, Мұстан еткенде, өлімсіз қылғанда, мен екенімді ұмытпа.
Назгүлге саусағының ұшы да тимейтін болсын. Бірақ сен бәрін мені тыңдамайсың. Сол үшін менің қаным. Сендер Мыстаны қаладыңдар ма? Болады онда сендерге Мыстан! менде білетік онсыз да көп. Білемін. Бұл жай әшекей емес. Бұл құлып. Сенің күшіңді уақытша құлттап қойдым. Жоқ. Сен не істедің, сайтан? Мені әлсіз адамдармен шатастырма, Мыстан. Ескертіп қояйын. Назгүлге зиян келтіруге тырысатын болса, қолыңдағы білезік жанында сақтайтын сонша өлімсіз екеніне өкінетін болсын. Түсінің бе мені? Жоқ, Раяна, сен мені өлтіре алмайсың. Сен мені әлі де сүйесің, мен оны білем. Қасым, өте кеш, тым кеш. Сені сүйген Рая енді жоқ. Бірақ та сен Мыстан деп келген Раяна енді нағыз Мыстан болды. Мен сенен не? Мұна қарқысатқа білезігіңнен қорқады деп ойласаң, қателесесің. Жақсы. Мен бәрін өлтірдім. Неге үндемейсіз? Себебі мен бұны бұрыннан күттім. Бұл сенің жолың. Сонда қалай? Сіз сонда осының бәрін білдіңіз бе? Әрине білдім. Себебі мен де өз махаббатымды бір кездері әзілге сатқанмын. Сен мен үшін ешқашан немере болмағансың, Раяна. Сонда мен осы уақытқа дейін сіз үшін жай құрал болғаным ба? Иә, жай ғана құрал. Таңба иесі, Мыстандар патшайымы. Мыстандар патшайымы? Иә, сен Мыстандар патшайымысың. Сен бүкіл ауыл тұрғындарын өз қолыңмен өлтірдің.